30-да қаққан кезде Ерлан Нарбаев бұйрғыстар ойынға старт беруді. Султан Чомоев Дордой командасының Чаулы ішкі аша. Жана алғашқы соққы дарбазаға қорғаушылар тарауынан қайтарылуда. Оң қанаттан Чаулға шығып Дордойын дағы бір Чаулы орын алышы керек. Дарбазаға соққы жолды оғына қалған. Дарбазаға ұзатылған соққы жана гол! Екінші минутаның толық бүтелік кезінде мұна мүттеп дарбазаға соққысын жолдап Дордой командасы есеп санын ачып олтырады. Бұл соққыдан кейін жергілікті Мурат Юнайтед командасының маңайғанды олады. Байқайлы 77-ші номердағы Рамазан Абылайхан өзінің бұл голы менен көрді игіліктерді қалайыз. Ал еме? Дағы бір қопты соққы бұл жағдайда да. Дағы бір көтеріп беру, кейінгі кезектегі соққы дарбаза астына шығып шыққан топ. Топқа жетеве, топты қалалған. Жана мықты өткөріп беру, жана дарбазаға соққы. Тілеге қаршы дарбаза астының бұл рет. Чаулға тезінен шашып барады. Айпаттың ішінде ешкім тосып алған адам жоқ. Дарбазачыда топ. Кейінгі соққыны жасода Мурайым Жанахмедов. Жаңырат көтіп қала. Шыңғыз Идрисовтан соққы. Жана алысқы бұрышқа. Мандар Чаулып келішкен. Жана Чаул. Гол! Александр Миенканың кіргізіп берісі. Кемнің есебіне жазылар. Гол есепке алынады. Жоқ. Чаулы. Оң қанат. Валерий Мазур. Жұмысты шығарып берген. Шыңғыз Идрисовтың соққысы тамай Султан Чомоевтың қолына. Чаулда Абылайхан. Апсайт Авалова. Идрисовтың көтерісі. Башменен соққы жана гол! Шыңғыз Идрисовтың көтеріп берісі. Шыңғыз Субанов життік тоды. Юнайтед командасының көрмандары күткен гол. Мұна мүттеп жаралды. Шыңғыз Субанов башменен Эльмаддин Мамадовқа қалтырған. Жана урматтуу көрүүчүлөр, биринчи ышкырык жаңырат. Ерлан Нарбаев, Дордойдун ыкчам Чаулы Юнусов. Аят ичине киргизип берүү, жана соққы жолдого мүмкүнчүлүк жок. Себеби Бактай Талайбек уулу бул топту ашкан. Русналь Рустамовта мүмкүнчүлүк бар, Ахмедовта топ. Дарбазага соққы, жана дарбаза үстүнөн ашып өткөн топ жок. Премьер лигасынын жалпысын алганда Ислам Шамшиев. Дарбаза соққы жолдо ғана қалған. Денин Талыч тилеге қаршы Айпаттың ішіне өтө жақын жайдан. Жаңырды 93 минутаның 53 секундасында қымбатты көрүүчүлөр.